Қайырлы күн, қымбатты тыңдарман. Әңгіменің жалғасы. Әңгіме немен аяқталар екен? Қойшының тағдыры не болар? Өте әсерлі әңгіме. Аяғына дейін тыңдап, өз ойларыңызды бөлісіп кетсеңіздер. Байғұс бала сол сайда адасқан екен. Бәріне мен кінәлімін. Мені неге алмайсың Құдай деп жылап отырған еді. Тұрдалы сонда. Олай деме інім. Бәрі Алланың ісі. Біз тек себепкерміз, деген Садықбек жұбатпақ болып, дегенмен Тұрдалы өзін өзі кешіре алмапты. Арадан апта өтпей құлан даланы шаңғытып тағы бір қайғылы хабар жетті. Тұрдалы өз-өзіне қол жұмсапты. Оқиға бұлай болған екен. 3 ай демалысқа келген Серік Тұрдалы ағамның үйіне барамын дейді. Әкесі Нұрғали ұлын Тұрдалының отарына алып барады да, қайтамын десе өзің апарып тастарсың, дейді інісіне. Өзінің бос уақыты жоқтығын ескертіп. Арада 2 күн өткен соң Серік үйге қайтамын дейді. Тұрдалы тығыз шаруасы болған соң амалсыз жолай тастап кетермін деп ала кетеді де, ағасының отарының тұсына кеп баланы түсіреді. Мына белден ассаң үйің көрініп тұр. Ал, бара бер, дейді баланы сайда қалдырып. Ойын баласы ойнап жүріп, адасты ма? Ол жағы белгісіз. Кешкісін жолай ағасының үйіне соққан Тұрдалыға жеңгесі. Төре балау, Серік жанды ала келмедің бе? Дегенде маңдайына ат тепкендей болды. Ол келген жоқ па? Дейді әрең тілі күрмеліп. Баланы тапқанда күнімен жантақ даланы кезіп адасып, шілденің аптабына шөлдеп өлген дейді. Денесі кеуіп, ісіп кетіпті. Жантақ тілген аяқтары жырым-жырым болып қанап кеткен. Шөл мен азапқа шыдай алмай, үстіндегі киімін жырта беріпті байқұс. Мұны естіген Қалима біраз күн мең-зең болып еңсесі езіліп жүрді. Мына құмды, мына азынақ желді, мына қатал өмірді жан тәнімен жек көріп кеткендей. Осылай азаптап өлтіретіндей жас бала не кінәп жасап қойды. Соншама деп тіпті Құдайды да жек көріп кеткен еді. Мәңгі құмда қалғандар. Қарашаның суық желі, шөп біткеннің басын дірілдетіп тұрған. Күндегідей ерте тұрған Садықбек киіз үйдің сықырлауық есігін ашып сыртқа беттеді. Күн әлі көтерілмепті. Күн шығыс жаққа жаңа ғана қызарып келеді. Күзгі суық денеді қариды. Малды енді қораға қамау керек екен-ау, деп ойлады іштей Садықбек. Асанбайда тоңып қалған шығар-ау. Үй артынан Асанбайдың жөтелген даусы шықты. Сәл күн суытса, осы жөтел ұстайды. Өкпесі кеткен болар. Қысымен күрк-күрк жөтелуден өзбекі шапаны селкілдеп жүреді. Асанбай тоңып қалған жоқсың ба? Деді Садықбек үй айналып. Суық түсіп келеді. Қыс жақындады ғой. Ескі жөтелің тағы басталыпты. Өкпең сау ма? Дәрігерге көрінбесек, ол жағын қайдан білейік? Не болса да Құдайға аян. Садықбек өзінен баққандай 5-6 жас кіші жігіттің өзін қартайып біткен шалдай ұстағанына кейде ызасы келді. Жасы 40-тан енді асса да сұрақ белгісі сияқты ілмиіп жүретін Садықбектің кейде жынына тиеді. Болашақтан мүлде үміті жоқ адамдай. Әне тағы ілбіп басып қойдың ізіне кетіп барады. Мал иесіне тартады дегені рас шығара. Мінген аты да өзі секілді басы салбырып, ілбиіп басады. Түс кезі болатын. Садықбек кешегі 5 бармақтан қалған суыған етті жеп болып, тісін шұқылап отырған. Асанбай суыт келді. Садаға, деді асығыс есіктен емене кіріп. Не болды? Мал аман ба? Садықбек малдарына әлдене тиді ме деп ойлады. Мал түгел аман Садаға. Тек. Не тек? Малды бүгін түстік жаққа жайып ем. Отардың алды әлденеден үркіп іркілді. Барып қарасам, адам өліп жатыр. Содан малды қайырып
Сайға түсірдім де сізге жеткенім осы. Садықбек көлігіне қонды. Асанбайдың айтқаны рас екен. Өлгеніне көп болған-ау, исі шығып болбырап кетіпті. Түрін танып болмайды, шаш сақалы, қасы көзі қап-қара, 30-дан асыңқырап қалған жігіт-ау шамасы. Қазаққа ұқсамайды. Кім де болса иесіз біреу шығар. Адасып өлді ме, әлде біреулер өлтіріп әкеп тастады ма, ол жағы тағы белгісіз. Бүкіл әлем бағынған, заң мен сотқа бағынбайтын бұл далада мұндай хабарды жеткізіп, оны тергеп зерттейтін орган қайдан болсын. Садықбек көлігінің артына сала салған қос күректі шығарды да, Асанбай үнсіз түсініп шағыл құмға күрек салды. Марқұмды жерлеп болған соң Садықбек дауыстап Құран оқыды. Тамыры құмға тігілген шөп атаулының басы Құран әуенмен тербеліп, құмның күйін тербеп тұрғандай. Садықбек бетін сипап болып орнынан тұрды. Асанбай қозғалар емес. Ең күштенесі тіпті шөгіп жерге кіріп кетердей. Екі иығы селкілдеп отырғандай көрінді Садықбекке. Асанбай, жылап отырсың ба? Танысың беді? Жоқ Садаға, жай әншейін. Марқұмның қатал тағдырына таң қалып отырмын. Қайда туғаны белгісіз. Құмда өлді. Біз болмасақ сүйегі не болар еді? Туған туыстары бар ма? Бар болса қайда? Асанбайдың даусы қатқыл шықты. Ей, Асанбай, не болды саған? Садықбек момын шопанның тосын мінезіне таң қалды. Мен де осылай өлі құмда өліп кетем бе деп қорқамын Садаға. Сені мұнда кім байлап отыр Асанбай? Кетемін десең, рұқсатымды беремін. Талай жылдан бері малымды адал бақтың, арамдық жасамадың. Өзің ашылып айтпаған соң сұрамай жүредім. Сен осы не қыласың? Қайда жүрсің? Ең алғаш сұрағымды әке шешем жоқ, тұл жетіммін, қарақалпақтанмын деп осы сөзіңе иландым. Арғы жағын сұрамадым. Ал енді бүгінде бір-бірімізді жақсы білдік. Енді өзің жайлы түгел айтшы. Қолымнан келше ауруыңа жеңілдетермін. Асанбай аз кем үнсіз отырды. Садаға деген аздан соң. Мен өзім жайлы айтсам, сіздің не ойлайтыныңызды білмеймін. Құтылуға асығатын шығарсыз. Мейлі. Не болсам да еңсемді езіп жүрген жайттардан арылсам болды. Мен қылмыскермін. Мына тұяқ ұстаған қолдарым қанға боялған. Асанбайдың қолдары дірілдеп кетті. Садықбек әлденеден сескенгендей іштей жиырылып қалды. Әжептәуір ауылда беделі бар, үйлі жайлы жігітем, ағасы. Әйелім бір ұл, бір қызым бар еді. Электрик болып жұмыс істеуші едім. Ауылдың анау-мынау тірлігіне жарап, тіршілігімді тербетіп жүргенмін. Астымда Жигулиім болды. Әкемнен қалған болатын. Сол көлікпен кейде аудан орталығына адам тасып, шай-пұл табатынмын. Бірде орталықта тұратын жалғыз әпкем қонаққа шақырды. Келіншегім баршын жұмыстан босай алмай, ұлым мен қызымды алып орталықта тарттым. Қонаққа барған соң белгілі ғой, құда балалар қоймай бір-екі стақаннан бостық. Әпкемнің қонып кет дегеніне қарамай екі баламды алып үйге беттедім. Ондағы ойым баршын жалғыз қалмасын дегенім ғой. Орталықтан аман-есен шықтық. Ауылға жете бере қарсы алдымыздан келе жатқан көліктің жүрісі тым суыт көрінді. Бісміллә деп үлгергенім сол, арғы жағы не болған білмеймін. Есімді ауруханада жидым. Екі баламды сұраймын. Жақсы, олар да ауруханада жатыр деді басында отырған әпкем мен жездем Хамит. Олар аман болған соң көңілім тоқ еді. Баршын ауруханаға келмеді. Балалардың қасында болар деп ойладым. Кеудем тірі болғанмен екі аяғымда жан жоқ. Үйге келдім. Келген соң ғана екі бірдей құлынымнан айрылғанымды білдім. Екі баламның басын жұтқанша сен неге өлмедің деп кеудемді тоқпақтап жылаған баршынды қалай жұбатарымды білмедім.
Мені неге алмадың деп Құдайға нала қылдым. Жанымды қайғы жеп, қолбарды 7-8 ай отырдым. Жүріп кетем деген ой мүлде болмады. Қайта ажалымды күттім. Баршын екеуміздің арамыз мүлде суыған. Тамағымды істеп кірімді жуғаны болмаса, ерлі зайыпты адамдар секілді сөйлеспейміз де. Баршын дедім бірде, оны жаныма шақырып. Өмірдің осындайда ойыны бар деп кім ойлапты? Отыр, рахмет, осы уақытқа дейін бақтың, қақтың. Ендігі жерде басың бос, рұқсатымды бердім. Ажырасайық, енді мүгедектер үйіне жеткізсең болды. Жоқ, олай ете алмаймын деді. Баршын көзіне жас алып. Сен ауруханадан келген күні түсіме марқұм әкем кіріпті. 2 балаң менің жанымда. Оларға алаң болма. Күйеуіңді күт. Оның жағдайын жасамасаң, саған риза болмаймын деді. Ойланып қалдым. Марқұм қайын атам өте жақсы адам еді. Асанбай ақыры әңгімені ашық бастап отырсын ғой. Мені де түсін. Әкемнің әруағы үшін сенен ажыраса алмаймын. Бар жағдайыңды жасайын, тек мені дұрыс түсін. Мен де әйелмін ғой. Не айтар болсаң да ашып айт Баршын. Бұлай болуын мен де қалаған емеспін. Тағдырдың ісі екен. Бұдан кейінгісін де көрермін. Егер көңілің қалаған адамың болса, жолың ашық. Тосқауыл болмаймын. Баршын жылап шығып кетті. Мен оны аядым. Осындай адал жарымның барына қуандым. Өзімді бақытты адамдай сезініп кеттім. Бірақ менің бақытым ұзаққа созылмады. Баршының мінезі, жүріс-тұрысы күннен күнге өзгеріп бара жатты. Орамалды тастап, қолаң шашын біресе өріп артқа тастап, біресе төбеге түйіп жүрді. Күннен күнге түрлі киіп, құлпырып кеткендей. Отырған жерімде оған қызыға қарап қаламын. Күні бойы жолын тосып, кешті батыра алмай әлек боламын. Жұмысы да қауырт болып кеткендей. Бұрынғыдай түсте келмейді. Түскі тамағымды столдың үстіне дайындап, қойып кетеді. Сондағысы қайнатылған 3 жұмыртқа, немесе қуырылған колбаса. Түннен қалған тамақ. Кешкісінде кеш келеді. Шыны жан ашып, іздеп келетін жалғыз туысым әпкем ғана. Сол күні де келіп ыстық тамақ беріп, кір қоңымды тазартты. Баршын неге кешікті? Қас қарайды. Әлі жоқ. Тыныштық бекен, аман бекен деп отыр әпкем. Қазір келіп қалады деймін жайбырақат. Күніге осылай келеме? Жоқ, бүгін тексеру келіпті. Сол үшін кешіккен ғой деймін әпкеме, білдірмеуге тырысып. Күздің күні қысқа ғой. Жатып қалдық. Әлден соң есік сылдырлады. Баршын екені белгілі. Кілтін салып есікті аша алмай жатыр. Әпкемнің Баршын сен бе? Деген даусы естілді. Иә деген қарлыңқы масаңдау дауыс естілді. Жүрегім шымыр етті. Баршын, ішкенсің бе? Не болды саған? Деген әпкемнің ренішті даусын анық естідім. Ештеңе болған жоқ. Жәй, іштім, болмай ма? Баршын-ау, сен әйелсің ғой. Сіздің ініңізге ішуге болады, ішіп алып менің 2 баламды өлтіруге болады ғой, е? Себебі ол еркек. Мен әйелмін. Несі бар? Коллективпен іштік. Баршының мына сөздері мен масаң үнін естіп тұла бойым шымырлап кетті. Тіпті жансыз аяқтарымда шымырлап өтті. Еркектің жыным қозып отыр. Бірақ қолдан келер амал жоқ. Әпкем мені естімеді де ойлады. Түк болмағандай жатып қалды. Уақыт өте берді. Баршын күннен күнге өзгеріп, енді үйге қонбайтынды да шығарды. Бірде түнгі тасыр-тұсырдан оянып кеттім. Әлдекім есікті қағатын сияқты. Баршын тұрып есікті ашты. Дәліздегі сыбыр естіліп тұр. Түн ішінде кім болды екен деп ойладым. Әлгі сыбыр үнсіз тынды да біздің жатын бөлменің есігінің жабылғаны естілді. Жүрегім бір жамандықты сезгендей атқақтай соғып кетті. Бір суып, бір ысынамын. Тірідей өлдім. Намыстан тамырларым бүлкілдеп, қол арбаны мыжып жіберердей сығымданып тұрмын.
Қолымнан келсе, екеуін де буындырып өлтірер халдемін. Орнымнан тұрғанымды білемін. Иә, аяқтарым қозғалар емес. Не болса жетуім керек деймін іштей. Екеуін де қуып салам. Ақ төсегімді өз шаңырағымда былғайтындай гүрс етіп еденге құладым. Анандай жерде қоларбам тұр. Соған қарағанда бір-екі қадам тастаған шығармын. Баршының қонағы әр күні, әр түнде келетін болды. Әр күні намыстан өлемін. Ал ол түк болмағандай жүре береді. Бірдеңе дейін десем, өзім рұқсат бергенмін, тілім қысқа. Түгелдей жүріп кетпесем де қоларбаға сүйеніп тұра алатын болдым. Осыған да шүкір. Күндіз қолтығыма қысып, сүйенетін балтақ ұстаттым. Соған сүйеніп, жүруге талпындым. Күндіз ұйықтап алған соң ба, түн баласы ұйқы жоқ. Ал Баршын мені ұйықтап жатыр деп ойлай ма, түнімен білген істейді. Жатын бөлмедегі диван да ескіріпті. Сықырлаған даусы анық естілетін болды. Душта менің тереземнің түбінде. Олардың әрбір сыбысына дейін естіліп тұрады. Сол күні де менің аппақ төсегімді былғап болған екеуі сыбырласа дәлізге шықты. Енді Баршын мені әбден басынғандай. Бұрынғыдай аяқтарын аңдап басу жоқ. Тіпті еркін қимылдайды. Қолынан не келер дейтін шығар. Алдын ала бұл күнге жақсылап дайындалып жүргенімді қайдан білсін. Сен түсе бер, мен қазір деген Баршынның сөзін анық естідім. Балдағыма сүйеніп терезеге жақындадым. Толған айдың сәулесі маңдайы сүттей жарытып тұр. Жүзін анық танығанмен қорбаңдаған денесі. Тезірек болшы жаным деген даусы ауылымыздың бас дәрігері Фарқатқа ұқсайды. Аппақ сүлгісі қолында желбіреген Баршыным түнгі көйлегі ағыраңдап душқа кіріп кет. Айдың жарығы душты қымтап қойған ақ бөздің ішіндегі екеуді ап-анық көрсетіп тұр. Әне, бір қолымен төбедегі бөшкенің құлағын бұрап тұрған Фарқаттың мойнына асылды Баршын. Фарқат аш көздене менің әйелімнің етегін жоғары көтерді. Екі дене айқасып кетті. Балтаққа сүйенген күйі есікке дейін жүрдім. Ары қарай шамам жетпеді. Құлаған күйі өксіп жыладым, бірақ Баршын бұдан бейхабар. Бір күні 5-6 айдан бері алынбай жиналып қалған зейнетақымды алып әпкем келді. Мен Балтаққа сүйеніп алдынан шықтым. Асан, жаным-ау, жүретін болдың ба? Тіл аузым тасқа, шүкір Алла деп, көзіне жас алып жатыр. Иә, әпке, жүремін. Тек Баршын әлі білмейді, білмей-ақ қойсын. Айтушы болма, жарай ма дедім. Ішкі есебім өзімде. Іште өз жоспарымды құрып қойдым. Киелі шаңырағымды таптап, тіпті өз үйімде кіріп шығып жүрген Фарқат та кегім бар еді. Соны алмақпын. Әпкем Құдайға мың шүкір айтып ол жүр. Мен өз жоспарымды жүзеге асыруға кірістім. Солай еттім де. Бұл кезде Балтақты тастап, таяққа сүйеніп жүретін болғанмын. Кешкісін күткендей Фарқат келді. Алдын ала дайындалып қойған өткір балтамды қолыма алдым. Қолым қаншалықты жамандыққа бармай тұрса да, екеуінің естен таңған даусы мен диванның даусы есімді шығарды. Балтамды көтеріп кіріп бардым. Аппақ төсегімнің айранын шығарып, әйелімнің үстінде жатқан Фарқатқа сілтеп үлгердім. Астында жатқан әйелім шыңғырып басын көтерді. Бет-жүзі шашыраған қан. Онда аяған жоқпын. Екеуін мылжалап, жіліктеп болған соң ғана есімді жидым. Сөйттім де алдын ала дайындап қойған дорбам мен арбамды көтеріп үйден шығып кеттім. Ауыл сыртындағы үлкен каналды бойлап арбаммен жүрдім. Сөйттім де қан киімдерімді суға тастап, арбамды жағаға қалдырдым да өзім үлкен жолға бет алдым. Бар ойым шетел асып кету. Сөйтіп Қазақстаннан бір-ақ шықтым. Алдымен құрылыста анау-мынау жұмыстарды істеп жүрдім. Денсаулығым сыр берген соң оған да жарамай қалдым. Сөйтіп адасып жүріп сізге кездестім. Одан кейінгі өмірім өзіңізге аян, Садаға. Асанбай жер шұқып отырып әңгімесін аяқтады. Садық оның айтқандарын көз алдына елестетіп, денесі түршігіп кетті.
мені әбден іздеген шығар. Бәрінен де әпкемнің жайын білгім келеді. Не істеп жүр екен? Әйтеуір оған зияным тимеді ме екен? Іздеп ендігі қойған шығар. Қаласаң еліңе барып кел. Жоқ, қазір бара алмаймын. Аға, 10 шақты жыл өтсін, өзің білесің, деді Садықбек. Өткеніңмен ісім жоқ, ендігі жерде маған залымдық жасамасаң, інімдей көріп жүрейін. Рахмет, Садаға, сізден жаманшылық көрмедім. Айтпақшы, Сапаркүл келмей кетті. Садықбек оның қашып кеткен әйелін еске салды. Иә, қойыңызшы соны, келмегені жақсы. Қайсы бір жақсы көріп алды дейсіз. Тек құл түзде іш пыспасын деп балаларына обал болды. Балаларын ойламайтын не деген әйел десейші. Иә, жатырында менің де балам кетті. Енді босанған шығар. Балам не күйде екен? Кім білер дейсің, сенім жоқ оған, деді Садаған күзгі аспанға қарап. Садаға, сізге бір өтініш айтсам деп едім. Иә, Асанбай, айта бер. Қолымнан келгенше орындаймын. Сапаркүлді табайық, аға. Баланы алып, мен одан ажырасып талақ берейін. Неге? Баланы өзің қалай өсірмексің? Аға, бір жақсы жар тауып берсеңіз, ендігі жерде тек құл болмай, ел секілді түтін түтетіп үй болсам. Қойыңызды бағармын, жұмысыңызды істермін, тек отбасым болса деп армандаймын. Жас та кетіп бара жатыр ғой. Садықбек үнсіз қалды. Маған сенбей тұрсыз ба, аға? Деді Асанбай. Жоқ, Асанбай, саған сенемін, тек қандай қыз бар еді ауылда деп ойланып тұрмын, деп күлді. Ұзақ жоғалған екеудің бұрынғы қожайыны мен шапандай емес, жақын туыстарындай болып келгенін көрген Халима таң қалды. Қанша жерді іздегенмен Асанбайға келіншек таба алмады. Көп жалғыз басты келіншектер шопанға әйел болып қой баққаннан кейбір еркекке көңілдес болғанды жөн көреді-ау. Әйтеуір сәті түспеді. Тағы жыл өтіп жаз келді. Асанбай шыдамады-ау деймін. Садықбектен еліне барып қайтуға рұқсат алды. Аға, маған рұқсат беріңіз, елге барып келсем, деді Асанбай. Әрине, тек қайтып келетін бол. Келемін, Садаға, тек әпкемді бір көріп келсем болды. Барғаның дұрыс. Сені ойлап іздеп жатқан болар. Бару үшін маған басқа төл құжат жасап берсеңіз. Сізден өтінішім сол. Көрерміз, қолдан келсе жасаймыз ғой. Төл құжаттың әуресімен жүргенде жаз да өтті. Тағы күз келді. Асанбай төл құжат болмады ғой деп ойлады. Садықбектен сұрауға да батылы бармай жүрген. Тек барып суретке түскені болмаса, басқасына жүгірген сол кісі. Мә, Асанбай, қазақ болғаныңмен құттықтаймын, деді. Бірде көк кітапшаны алдына тастаған Садықбек. Қолы дірілдей құжатын ашып көрді. Байманов Жангелді Төреханұлы. Ұлты қазақ депті. Қуанып кетті. Рахмет деп ағасына қайта-қайта алғысын білдіріп жатыр. Енді біраз күнде қырқым аяқталады. Содан кейін рұқсат, тек 2 аптаға, деді Садықбек. Асан басын изеді. Асанбайды Садықбек көлігімен аудан орталығына әкелді де автобусқа салып жіберді. Туып өскен ауылы Қойлыққа 2 күнде жетті. Бұрынғыдан да тосып кетіпті. Әктелмеген дуалдардың көлеңкесінде ойнап жүрген балалар бұған таңырқай қарайды. Өзі тұрған көшеге бұрылды. Өз үйін көрді де жүрегі шымырлап кетті. Үйінің есік терезелері жоқ, есек қора болып кеткендей. Көше бойлап жүре берді. Бейтаныс қонақтың кім екенін білгісі келгендей, адамдар үйлерінен шығып тесіле қарайды. Абырой болғанда қара көзілдірікті мұны ешкім танымаған сыңайлы. Бұл көбісін танып келеді. Анау есек арбамен шөп алып келе жатқан Уялдаш ақсақал. Әлі тірі екен. Ал мынау төбесіне сәл орап алған Седеп ақсақалдың кемпірі. Анау жайда жеңше. Ақсары жүзіне әжім түсіп қартайыпты. Олар мұны танымады. Шалғайдағы азып тозған ауылдан аудан орталығына келді. Енді кішкене жеңілдейін дегендей.
себебі мұнда біреу-міреу танып қалады-ау деп қысылмай еркін жүрді. Дегенмен сақтықты ұмытпады. Әпкесінің үйіне келді. Үй сырты адам көргісіз болып кетіпті. Не болды екен деп ойлады Асанбай іштей. Әпкесі пысық, таза адам болатын. Бұрын бұл үй айнадай жарқырап тұрушы еді. Не болды екен? Әлде мұның күйігіне шыдай алмай әпкесі ауру болып қалды ма екен? Балалары қайда жүр? Осылай ішке кіріп баруға батылы жетпей тұрғанда көрші үйдің қақпасы сықырлап ашылды да ішінде қолында шелегі бар қара торы әйел көрінді. Кімді іздедіңіз деп сұрады әйел. Хамит деген кісінің үйі қайсы? Деді бұл өтірік білмегенсіп. Иә, осы үй, деді әйел тыжыранып. Қазір үйінде ме екен, балалары бар ма? Ішіп жатса үйінде шығар. Болмаса оны ана көше басындағы дүңгершектен табасыз, деген әйел ішке кіруге ыңғайланды. Қайдағы бала? Қаңғыған алқаш бала-шағаларын тентіретіп жіберді ғой, деп сөйлеп бара жатты. Асанбай әлдене болған іштей топшылдап дүкенге қарай жол алды. Дүңгершектің өзі көрінбей жатып, айқайлаған сатушының даусы естілді. О, қақпас алқаштар, күнде қарызға арақты қайдан табамын сендерге? Кет аулақ жүр, деген сатушы келіншек екі алқаштың ит терісін басына қаптап тұр екен. Иә, қарындас, алқаштардан арыла алмай тұрсыз ба, деді бұл келіншекті әңгімеге тарт. Өй, оңбағандар, қалталарында көк тиыны жоқ арақ ішкен не теңі? Одан да қатын баласына бармай ма? Деп сатушы келіншек әңгіменің басын қылтитты. Қатын баласы бар ма өзінің? Бар болса неге жинап алып жөнге салмайды? Деді Асанбай жын қуған бақсыдай теңселіп тұрған жездесін танып. Сорлы, ел қызығатын отбасы бар еді. Әйелінің інісі өзінің әйелін өлтіріп, соған бола інің қылмыскер деп бала шағасымен қуып салып, енді өзі ішіп жүр ғой. Әйелі қазір қайда, деп сұрады Асанбай шыдамай. Сатушы, сен кімсің өзі? Дегендей бұған бұрылай қарады. Менен біраз ақша қарыз еді. Әйелінен сұрамасам, деп өзінің тауып беретін шамасы жоқ қой, деді бұл темекісін тартып. Әйелі қайдан тауып берсін? Бала шағасын әрең бағып, біреудің үйінде отыр. Бергенін өзінен ал. Бейшара жесірге зорлық жасайын дедің бе? Аулақ кет, деді келіншек сап-сары түрін тыржитып. Асанбай дүңгіршектің алдында көп тұрды. Әпкесін сұрастырайын десе, сезік тудырап алам ба деп қорықты. Дүңгіршекке қайта келіп, бір қорап темекі алды. Я, неге кете алмай жүрсің, деді келіншектің жүзіне күлкі жүгіріп. Сіздің қасыңыздан кетудің өзі қиын екен. Осындай сұлу келіншекті тастап қалай кетемін деп қимай тұрмын. Асанбай жымиды. Қара қалпақсың ба? Қайда тұрасың? Бұл жерден бұрын-соңды көрмегенмін сізді, деп сызылды келіншек. Қара қалпақ емеспін, бірақ осында туып өскенмін, қазақпын. Қазір Қазақстанда тұрамын, деді Асанбай. О, Қазақстан, айтыңызшы, ол қандай жер, күшті ме? Иә, тамаша, деді Асанбай. Өзі құмнан басқа ештеңе көрмесе де. Сіз шынымен де Қазақстанда тұрасыз ба? Қара қалпақша сөйлеп тұрсыз ғой. Осында туылдым дедім ғой. Мектеп бітірер жылы көшіп кеткенбіз. Солай ма? Хамиттің әйелін не қыласыз? Ақшамды алып кетсем деп едім. Қайта-қайта айта алмаймын ғой. Ол қазір бұрынғы нан зауыт жақтан пәтер жалдап тұрып жатыр. Сонда барып сұрастырсаңыз тауып аласыз. Көп ақша ма еді алашағыңыз? Иә, оларда көп ақша жоқ-ау. Асанбай келіншектің кейінгі сөздерінен көп мән бермеді. Әпкесінің мекен жайын білгеніне қуанды да сонда тартты. Бұрындағы орталықта түгел нанмен қамтамасыз етіп тұратын зауыттың тек қаңқасы ғана қалыпты. Қаланың шеті болған соң қорқынышты. Бар жері қирап бұзылып кеткен. Шаңы шығып жатқан көшеде ағаш атауы қалмапты. Сондықтан да үйлердің ауласы көшеден өткен адамға анық көрініп тұрды. Асанбай өзім табармын дегендей жан-жағындағылар жіті көз тастап жүріп келеді.
Анандай жерде тандырға будақтатып от салып жатқан әйел анасын еске түсіргендей. Тіпті орамал тапқанына дейін ұқсайды. Иә, әпкесі болса керекті. Асанбай қуанып кетті. Көзіне жас толып қалды. Көзін алма-кезек қос қолымен сүртіп, бұлдыраған әлемге тағы қарады. Үй жандағы көлеңкеде бозбала велосипед жөндеп отыр. Жанда тағы бір бала бар. Шамасы 5-6 сыныпты оқитын шығар. Асанбай таныды. Жиендері ғой. Үлкені Алибай, кішісі Талипбай. Асанбай тез-тез басып үйге кіріп кетті. Әпкесі тандырмен болып байқамады. Қастарынан асығыс адамды үйге кіріп кеткен. Мұны көрген екі жиені алғашында аңтарылып қалды. «Ей, қайда барасың?» деп доңқ көрсетті үлкені. Кіші анасына жүгірді. Ауыз бөлмеге кіре беріс жердегі дастарқан үстіндегі нан жасап отырған қызды көрді. «Рано!» деді көзіне жас алып. «Сіз кімсіз?» деді қыз қорқып. Мен. Көзілдірігін алды. Осы сәт улап-шулап үшеуі келді. «Кім ол? Кімсің? Шық үйден!» «Әпке!» деді бұл. Хасанбай, бұл сен бе?» Әпкесі құлап бара жатты. Су әкел!» Шашын қос бұрыммен етіп өріп алған қыз шара кесемен су әкелді. Әпкесінің бетіне су шашып жүріп есін жидырды. Екеуі де ағыл-тегіл жыласып келеді. «Қайда жүрсің бауырым? Аман есенсің ғой? Бар екенсің ғой?» «Бармын әпке». Екеуі құшақтасып ұзақ жылады. 3 баласы аң-таң. Үлкен жиені Алибай мен Рано танығандай болып таға деп құшақтады. «Хасанбай-ау, қайда жүрсің? Сені өлді деп жаназаңды шығарып, жылыңды өткіздік қой. Өлігіңді қанша іздесек те таппадық. Не суда жоқсың, не жерде жоқсың. Аспанға ұшып кеткен адамдай із-түзсіз жоқ болдың ғой. Қайда жүрсің?» «Айтпақшы, Баршын байқұсты өлтіріп кетті. Сен де сол күні жоқ болдың. Алғашында бәрі сенен көрді. Екі аяқтан тұра алмайтын адам қалай өлтіреді деймін. Сен жоқсың. Қоларбаңды ауыл сыртындағы үлкен каналдан тапты. Сенің сүйегіңді таппады. Қойшы бәрін. Өзіңнің жағдайың қалай әпке?» «Жағдайым міне осы. Жездең Қамит ішіп кетті. Баршының өлімін сенен көрді. Сені қашып кетті дейді. Күнде тергеу. Мені шақырады. Қамитті тергейді. Білесіңдер дейді. Мен болсам сені қайғырып жүрмін. Сен де өлтіріп суға тастап кеткен десем сенбейді ғой маған. Жездемнен мен үшін ажырастың ба? Қойшы соны. Сондай бір қиын қыстау кезде сүйеніш бола алмаған адамды қайтем? Маған қорған болудың орнына тергеуге шыдамай ажырасамын деп тұрып алды. Дұрыс болмаған екен. Қой, шәй іш, кейін әңгімелесе жатармыз. Сонымен сот немен бітті деп сұрады Асанбай шәйден соң. Қылмыскер табылмаған соң ешкім қамалған жоқ. Содан бері ешқандай сыбыс жоқ қой. Қазір ешкім келіп мазалап жүрген жоқ. Өздері де ұмытып кеткен шығар. Солай болса болар еді. Әпке, көршілердің осы жағдайды біле ме? Біледі ғой. Онда мені інім деме. Қазақстаннан келген қазақ де. Мақтаға терімші, қой бағатын адам іздеп жүр екен деп айт. Жарай ма? Жарайды. Өзің қайда жүрсің? Қазақстанда ма? Иә, сонда бір байдың қойын бағамын. Жағдайың жақсы ма? Жақсы. Қарайды ма? Иә, жақсы адамдар. Онда адамдарды құл сияқты жұмсайды дейді ғой. Әпке, бәрі адамның өзіне байланысты. Жақсы болсаң жақсылық көресің. Дұрыс айтасың. Хасанбай, шыныңды айтшы. Бәрі қалай болды? Қалай жүріп кеттің? Әпке, айту оңай ма? Баршынды білесің ғой. Жүрісі сүйла бастады. Намысым қозды. Өз шаңырағымда көшедегі көк атты ақ төсегімді былғап, әйеліме қол салып жүрсе, қалай намысым өртенбесін? Осы намыс аяқ басып жүруіме себеп болды. Бірақ оны Баршын білмейтін. Арын сатқан арам әйелден өлтіріп құтылғым келді. Әпке, қолымның қалай барғанын білмеймін, бірақ өлтірдім. Кейін жолға шықтым, сені таппаған соң өлді деп ойладым. Әлім жеткенше жаназа оқыттым.
Құран бағыштап жүрдім. Құдайға шүкір, тірі екенсің. Өмірде жалғыз қалдым деп жүредім. Әпке, жұмыс жоқ. Көріп тұрмын. Қалай күн көріп отырсың? Несін сұрайсың? Несібедегі болып жатыр. Нан сатамын, сөйтіп жан сақтап отырмыз. Алушылар аз, білесің ғой, бәрі өзі пісіріп жейді. Әпке, менімен бірге жүр, кетейік. Қайда? Қазақстанға. Онда шалқып жүрмесең де әйтеуір қарның тоқ болады. Әрі екеуміз бірге боламыз. Сені осында қалама десем, жоқ әпке, қала алмаймын. Мен енді қазақпын. Не дейді? Міне көр. Асанбай төс қалтасынан алып төл құжатты ұсынды. Аты жөніңді өзгерткенсің бе? Иә, сөйтпесем бұл жақтағыларға келе алмас едім. Қожайынның бәрін өз жасап берді. Жақсы адам. Әпке жүр, сені де алып кетейін. Мұнда жетісіп жүрген жоқ қой. Ол жақта не істеймін? Мен қой бағамын, сен сиыр сауасың, тезек илейсің. Өзіңдің кірді жуып тамағымызды істейсің. Жоқ, мен қашанғы сенің кіріңді жуам. Одан да біреуді тауып үйленемін. Сол үшін өзіміздің Қарақалпақтан қыз алып кетейін деп келдім әпке. Жақсы, иманды қыз тауып берсеңіз. Әрине, тауып берейін. Асанбай елінде 3-ақ күн жатты. Әке-шешесінің басына барғаны болмаса, басқа кезде үйден шыққан жоқ. Осы 3 күнде қыз таба алмады. Қыз емес, өз қатарлы бір балалы келіншек. Жалғыз баласы мен жалғыз түйіншегінен басқа дүниесі де туысы да жоқ келіншек 4-ші күні мұның ізінен ілесіп кете барды. Әпке, ойлан. Мақұл десең келіп алып кетейін деді Асанбай кетерінде қимай. Жарайды, ойланайын. Көктемде кел, барамын деді әпкесі көзіне жас алып. Асанбай келіншегі екеуі туған жер мен туған елін тастап өзінің жаңа отанына жол алды. Адамның басы Алланың добы деген осы шығарда. Қайда қарай лақтырса, солай қарай дөңгелей жөнелесің. Асанбай да енді тағдыр жазуымен қызылдың құмын бетке алды. Әңгіменің соңы. Әңгіме ұнап жатса арнама тіркеліп қолдап кетіңіздер.